Қыздар, бүгін біз езілмейтін өте дәмді пельмени жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші сіздерге айтатын лайфхак, міндетті түрде қамырға 2 жұмыртқа қосу керек болады. 2 жұмыртқа қоссаңыз ғана қамырыңыз езілмейді. Тұз, су, оныңыздың барлығын араластырып, қамыр елеп қойып қоясыз. 3 жұмыртқаны алып, майдалап турап, дәмдеуіш тұз, фаршыңыздың барлығын араластырып, начинкасын, салмасын дайындап аласыз. Начинкасы да, қамыр да дайын болғаннан кейін өзіңізге қалай ыңғайлы, солай пельменді бүгіп аласыз да, подливті өзіңізге ұнаған көкөністерді қосып, су қосып, пельменді 7-10 минут, 15 минут қалағанынша пісірсеңіз болады. Бұл пельменді 15 минут пісірем балаларға жақсы пісу үшін. 15 минут пісірсем де ешқандай езілмейді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіз. Өте дәмді болып шыққан. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда жақсы, күшті рецептілермен бөлісетін боламын.